Баршаңызға да ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Dodge Avenger деген автокөлік. Бұл автокөлік бізге конкретті проблемамен келіп тұр. Проблема бізде көліктің тартысы нашар және 1000 оборотпен 2000 оборотта алуы нашар. Сол себептен автомат берілсе тепкендей болады. Бірақ компьютерлік диагностикаға қараған кезде распредвал ошибка шанып тұр. Бұл жерде компьютерлік диагностика Scandoc Launch және Scanmatic ешқандай проблема тапқан жоқ. Сол себептен біз мотор тестермен анықтап қарайтын боламыз. Ал рұқсат болса ендеше біз жып-жылы гаражымызға ауысайық. Біз әкелдік бұл автокөлікті. Қазір қайрайтын боламыз. Кішкене сәл-пәл төмен түсірейін. Так, бұл көлікті қазір бірінші ең алдымен қателерді қарайтын боламыз. Ол үшін біз диагностиканы аппаратымызды қостық. Кілтімізді қосамыз машинаны. Машинаны қосу енді біреу қосып істейді, біреуі тек зажигание ашып қояды. Бірақ біз қосып істеген жақсы. Ошибка қарайық. Ошибкаде бізде P0300 4 цилиндрде бәрі пропуск беріп тұр дейді. Жағалмай тұрмыз дейді. Сосын екінші ошибка P2004. Бұл клапан системы изменения длины впускного коллектора. Мыналарда Lada Granta Priora жаңа кейінгі моторларда 127 моторларда. Бұл жерде өзінің дросселі болады. Коллектордың өзінде дроссельный заслонка болманда ғой негізінде. Бірақ бұл коллектордың ішінде дроссельный заслонка бар. Сол өзінен өзі ашылып қалады дейді. Ашық күйде қалып қояды дейді. Үшінші ошибка P2017. Высокий уровень датчик переключения положения клапан дейді. Жаңа клапанның заты системасы өзгеріп кетіп тұр дейді. Мына жердегі клапан өзі өзгеріп кетіп тұр дейді. Бұл жердегі система өзгеріп тұр дейді. Сондықтан біз бұл жерде бір гәп бар, қайтсек те диагностика ештеңе көрсеткен жоқ. Планшетпен қарасаң да, компьютермен қарасаң да. Компьютерлік диагностика ештеңені айтпайды. Ол үшін біз пластикалық декоративті қақпақты ашамыз. Бұл жерде міне 4 катушка көріп тұрмыз. 4 катушканы бірінші тексеру керек. Бәлкім сол проблема беруі мүмкін. Сол проблема беріп тұр ма, бермей тұр ма? Проблема сода ма, ол да емес па? Соны қазір анық-қанығын біліп алған жақсы. Мен бұл жерге сыймады. Бетіп жақып қойын. Неге бұл жерде біздің 4 катушкамыз бар. 4 катушканы ең алдымен бірінші тексеру керек. Тексеру үшін мотор тестерді қосу керек. Так, біз қостық. Бұл жерде свет жанды ма, жанбады ма? Енді көрек, енді жанды. Ол үшін бізде арнайы өзінің кішкентай датчик бар. Индуктивный датчик деген. Сонымен бірінші тексереміз. Бұл индуктивный датчик. Сол индуктивті датчикпен қараймыз. Ол үшін мен мотор тестерімдегі арнайы өзінің тексеретін затын қатауын қараймын. Бәрін қостым, енді көлігімізді қосайын. Бұл сканердің енді пайдасы жоқ сияқты.
қазір қарайтын боламыз. Бұл автокөлікте көлікті қостық. Енді қараймыз. Бұл жерде проблема бар. Бірінші цилиндрде. Екінші катушканы тексереміз. Екінші катушкада проблема бар сияқты. Үшінші цилиндр аздап жасап тұр. Төртінші цилиндр кішкене үшеуінен жақсылау. Бірақ бірінші цилиндрдің катушкасы, екінші цилиндрдің катушкасы дұрыс жағалмай тұр. Әне, оборот ойнап бастады. Енді оборот ойнап бастады міне. Ана тұрған клапан ойнап тұр, ашып жауып. Көлікті сөндіреміз. Көлікті сөндіріп, бірінші және екінші цилиндрдің катушка зажиганиясын қарау керек. Себебі бұл жерде бір гәп бар. Бір гәп болғасын ол болмайды. Жағалмайды. Жағалмағасын клиентте бір түсті болады. Сол ондығымызды алайық. Бірінші цилиндрдің катушкасы өте қиындау болып тұр. Төрт цилиндрдің ішінде бірінші цилиндрдің катушкасы өте нашар жасап тұр жұмысты. Бұл жерде енді катушка ма, әлде цилиндр ма дұрыс жасамай тұрғанын, соны анықтау керек біздерге, сіздермен. Ол үшін катушканы қазір біз көлікті қыздырамыз ғой. Көлікті қыздырған кезде катушканың өзін дәл осылай қойып қойсаң, ол катушка жасамай қалуы мүмкін, немесе компьютердің ішіндегі микросхема күйіп кетуі мүмкін. Себебі ұратын жер таба алмай. Біз осылай массаға беріп қоямыз. Массаға бергесін кішкене көлікті қыздырған кезде өзімен өзі жұмыс жасайды. Свечи зажигания жақсы жасап тұр жұмысты. Тап-таза. Бұл жерде проблема жоқ. Ол үшін арнайы компрессия тексеретін және распредвал, цептің созылуы, сосын клапандардың қысылуын тексеретін құралымызды қараймыз. Қазір достар 5 минут. Ойсыпіне датчиктерді салып тексеретін боламыз. Мінекей бізде иесі де келді. Бұл автокөліктің иесі Ақтөре деген жігіт болады. Мен сонымен қазір диалог ұстайын. Диалогын ұстасын. Саған намаз оқуға зат берейін ба? Бар ма? Бар ма? Онда ана жер таза, сол жерге оқи ғой. Біздер өздеріміз тексере берейік. Намазын оқып болсын. Өсіп міне компрессия тексереміз. Компрессия деген жаңа айта кеткендей, компрессия және компрессия клапандарын барлық фаза распределениесін тексереміз. PX датчик плюс лонгер.
Spex датчик плюс лонгер. Мен көлікті қыздыра тұрмын. Күте тұр, сәппіл. Записті жүрді. Бір тексереміз. Енді екінші. Қазір қараймыз не болып тұрған. Мінекей, 1000 оборотта көліктің клапаны тұншығады. 70% зажигание, ремень, цеп созылмаған. Клапандары тек впускной клапандары. Нагар жасау керек. Протирка жасау керек. Қазір мен камерамен көрсетермін саған. Протирка жасау керек болып тұр. Кешірім сұраймын, бұл жерде біз жаңа клиенттерге бір-екі сұрақтар болды. Сол сұрақтарына жауап беріп едік. Мен магнитімді алайын. Магнитімді алайын, сосын камерамды алайын. Енді камерамызды қосамыз. Дейміз. Амандасып қояйық өзімізбен өзіміз. Кәнекей. Біз енді жаймен ішіне саламыз. Поршын жоғарыда тұр екен. Поршын жоғарыда тұр. Жарайды. Оны қазір қуып қарармыз. Оған дейін екінші поршын, екінші цилиндрді ашай берейін. Екінші цилиндрді ашайын. Екінші цилиндрде дәл осындай ақау бар. Ашып. Кәнекей, екінші цилиндрді көрейік. Екінші цилиндр бұлай тазалау. Бірақ бір-екі хон бар екен. Хон деп тұм ғой, задир. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл автокөліктің катализатор алынған емес пе екен мен білмеймін. Орындарына отырмай тұр міне. Ашық тұр, көтеріліп тұр, көрдіңіз ба? Осы уақыт өте келе ішіне нагар жиналады. Нагар жиналғасын клапан жабылған кезде клапандар дұрыс отырмайды седлосына. Мінекей кішкене бір күйген бар екен. Мынау выпускной ғой, мынау ыссы клапандар дейді. Газды жасағанда мынандай қып-қызыл болады міне. Қып-қызыл болып. Мінекей дәл осындай болып, міне клапандарын протирка жасау керек бұл автокөлікке. Басқа ештеңе емес. Мыналар міне дұрыс отырмайды, дұрыс отырмасын компрессия ішіне кіреді да, ыссы жанған, мына цилиндрдің ішіндегі ыссы жанған ауа мына жерге шығып кетеді міне. Ішке қарай, мына волюметр жағы шығып кетеді. Сол мына қатты давлениемен шыққандықтан мына жердегі ұзын дроссель бар мынау.
коллектордың ішіне. Сол коллектор ысырып жібереді датчиктерін. Мінекей жаңағындай проблема. Клапандарын протирка жасау керек. Протирка жасау қатты қиын шаруа емес. Бұл блокты цилиндрді ашады. Ашқаннан кейін моторист өзінің протиркасын жасайтын болады. Бұл жерде компрессия, клапан барлығы тамаша. Тамаша болғаннан кейін ешқандай манипуляция, свеч, катушка ештеңе алудың қажеті жоқ. Себебі барлығы өзінің штатты түрде жұмыс жасап тұр. Біздер деген қазекеңдеріміз ғой. Көлік бір дірілдеп дұрыс жүрмей бастаса, ең алдымен бірінші свеч аламыз. 5.000-нан немесе 3.000-нан. Сосын соңыз аламыз. Ол одан болмағаннан кейін той садақада беш бармақ немесе күріш жейтін кезде таныс адамдар ғой енді ағайындар. Сонымен сөйлесеміз, солар айтады, ой, одан емес, ол катушкаңды ауыстыр дейді. Сосын оны ашынған кісілер катушкасын ауыстырады иелерін. Ол одан болмай шығады. Сөйтіп сенімсіздік пайда болады. Сосын біз сияқты диагностарға келген кезде көлігін қаратпас бұрын бірінші договорға отырады. Қарап бере аласың ба, қарап бере алмайсың ба? Бермесең ақшаңды бермеймін дегендей қылып. Бізбен саудаласады. Сондай адамдар бар. Сондықтан бірінші кішкентай проблема болса, мотор тестермен тексеру керек. Мотор тестер проблеманың барлығын компьютердің алдына көрсетеді. Осындай болып тұр, анандай болып тұр деп. Бұл жерде ешқандай өтірік, ешқандай істеу болу мүмкін емес. Келді клиенттерде. Сен мотор тестерін дұрыс жасамаған, сен дұрыс диагноз қоймадың дейді. Негізінде мен диагноз дұрыс қойдым. Жасаған мотористердің қолдары қисық болса, немесе көздер соқыр болса, мен кінәлі емеспін ғой, дұрыс жасамаса моторларды. Келіп қаратам, зажиганиясы дұрыс қоймайды, позны болады, или ранны болады. Сондайларды кездескен мотор тестердің диагностикадан кейін. Клиенттер келіп, дұрыс емес деп. Сондай да проблема кездеседі жалпы. Сондықтан мен бәріне бірдей жақсы адам бола бере алмаймын. Біреуіне жаманмын, біреуіне хейтерлімін, біреулер молодец дейді, біреулер жамансың дейді. Мінекей достар, автокөлік диагностикасы дәл осылай аяқталды. Сіздермен болған мен атым Айдын. Барыңызға да рахмет. Осы каналға қиын көрмесен лайк басып жазылуыңызды ұсынам. Баршаңызға да берекет әкелсін. Баршаңызға денсаулық және басты байлық, миллиондаған ақшаларыңыз болсын. Барлығыңызға рахмет, сәттілік.